қысқа дайындық жылыту маусым дайындау бойынша қазір Атырау біраз неше шара өткізіп жатыр. Соның ішінде күрделі жөндеу жұмыстары жасалып жатыр. Бірінші жартыжылдықта 3 ауыстырылады. Екінші жартыжылдықта уже 5 трансформатор ауыстырылады. 3 қалада, 2 жилой ауданда. Жилой ауданы Қаратон подстанцияда ішінде энергетикалық нысандарын ауыстыруға жұмыстар жүріп жатыр. Акимат пен Атырау бірлесіп кесім шарт бойынша Атырау қаласында апатты жағдай бағаналар бар, соларды ауыстыру жұмыстар жүріп жатыр. Жалпы оның саны 1409, соның ішінде қазірге 382 бағана ауыстырылды. Атырау қаласы бірлік шағын ауданында үлкен өзекті күрделі мәселе осы тоқ мәселесі болды. Ауылдың мәселесін көтеріп Атырау қаласы әкімдігіне, Атырау басшылығына тұрғындардың атынан арыз түсірген болатынмын. Биыл 2024 жылы Бекет ата көшесіндегі ең күрделі мәселе оң шешімін тауып, міне қазір трансформатор қойып, осы ауылдың игілігіне пайдалануға бергелі жатыр.